Сәлем барлық тыңдармандар. Бұл аудио подкаст. Менің есімім Шыңғыс. Біз бұл аудио подкасттың жалпы форматы жайлы айтатын болсақ, біріншіден бұл аудио подкасттың форматы еркін түрде, яғни достар ретінде әдетте бір жерде жиналған кезде достардың арасында болатын бізге өзімізге өте қатты маңызды немесе өзімізді алаңдататын, өзімізге қызық тақырыптар жайлы сөз қозғайтын, яғни достардың арасында еркін форматта болатын әңгіме секілді қабылдасаңыздар болады бұл подкастты. Бүгінгі бізде подкастта менен бөлек бізде Аслан және Дәулет бар. Өздері жайлы айтып кетсеңдер кішкене. Барлықтарыңа сәлем. Менің есімім Аслан. Осы подкастта қазір қатысушы ретінде отырмын. Бағана Шыңғыс айтып кеткендей, біз барлығымыз жолдастар, яғни достар ретінде отырып, өзімізді алаңдататын немесе қызықты тақырыптарға әңгіме дүкен құратын боламыз. Сәлем, мен есімім Дәулет. Тегім Нұркен, гороскопым рак. Астана қаласының тумасымын. Сол бастай берейік. Подкаст, бүгінгі біздің подкасттың тақырыбы не жайлы сөйлейміз деп ойлаған кезде, бірінші орында бізді барлығымызды біріктіретін ең бірінші нәрсе ол пікірсайыс, дебат. Біз осы жайлы сөз қозғаймыз деп ойладық. Дебатқа келетін болсақ, бүгінгі нақты подкасттың тақырыбы біздің өзіміздің жеке менің өзім байқауым бойынша, мен студент кезімде, пікірсайыспен, дебатпен енді айналысып бастаған кезде, дебат ол өте аз адамда, яғни өздерінің пузырларының ішінде жүретін бір комьюнити еді. Онда адамдардың сыртқы адамдарға бір кішкене біртүрлеу фрик болып көрінетін. Қазір сол тенденция өзгеріп жатқан секілді. Қазір пікірсайысшыларға кішкене респектпен де қарайтын секілді, немесе кішкене респектпен болмаса да нейтралды қарайтын секілді. Жалпы осы тенденция қалай болды, біздің өзіміздің жеке тәжірибемізде қалай болды, ол өзгеріс қалай көрінеді, сол жайлы талқылаймыз деп ойлап жатыр. Қазір енді мысалы Дәулет, сен қалай ойлайсың? Мысалы, сенің тәжірибеңде ол қалай болды? Сен ол өзгерістерді қалай көрдің? Негізі өте қызық, себебі менің дебатта жүргеніме енді салыстырмалы сендерден көбірек уақыт болған шығар. Оған себеп мен қай жылы мектеп бітірдім? 17-ші жылы, значит, где-то 14-15 жылдардан бастап мен дебат қозғалысында, получается, бармын. Ол кездері негізі дебатқа деген аса қатты қызығушылық болған жоқ. Бізде мектепте дебат клубы болды, оның аты Изурпаторы деген аты болған, завоеватели деген мағынада бір Ерсайын деген жігіт қойған еді, қателеспесем. Ол кезде дебатқа мектепте 5-6 бала барады шығар, және де ол балалардың дебатқа баратынын аса ешкім біле қоймайды, және де ол дебаттың не екенін, және де менің достарым, мысалы, мен жалпы не істеп жүргенімді білмейді. Себебі дебат деген сөз әдетте қай жерде қолданылады, қайда естиді адамдар, ол егер де жаңалық көретін адамдар болатын болса, ол әртүрлі батыс елдеріндегі президенттік дебаттар шығар, бәлкім, условно Байден мен Трамптың арасындағы деген сияқты. И ол жердегі дебат ол әрине жай ғана ұрыс керіс, Трамп деген кезінде бүйткен болатын деген сияқты. Бірақ сондай дебаттар деген түсінік болды, и соның әсеріне бір стереотиптер менің мойныма іліккен болатын. Мысалы, Дәулет ұрысқақ, Дәулет, кәне сөз сөйлей жүрші, сен дебатер емессің бе деген сияқты. Бірақ ол басты дебаттың түпкі не үйретеді, ол жағын ешкім біле қоймаған. Бірақ справедливости ради, менің мектеп кезімде дебаттың сапасы да аса қатты жоғары болмады. Сол үшін мен де бір керемет ол кезде дебатер болдым деп те айта алмаймын негізі. Жалпы осылай. Негізінен мен былай қарасам, мен өзім көзқарасым дебатқа деген жай өзгеріп бастаған. Яғни менің өзімнің бірінші дебатқа деген көзқарасым дұрыс болмаған. Себебі мектеп кезінде бізде ондай клуб болған жоқ, ешқандай. Тек қана тарих апталығы деген сияқты апталық болады ғой. Дәл сондай апталардың бірінде бізде дебат ойнататын, бір нені планды орындау керек деген секілді. Андай болатын еді, жақтаушы, даттаушы деген. Сондай. Жақтаушы, даттаушы деген тарап болады. Бізде, осындай тарих апталығы болды бір рет. 9-шы класс кезімде ма, сол кезде ағай айтқан, дебат ойнатамын барлықтарыңды деп. Ол не десең барып шығып сөйлейсіңдер дейді. Мен болсам ол кезде андай бүйтіп
политиктердің енді ана несің ғой ол кезде подростксың, ана әр нәрсеге бір қызыға бересің көрген затыңа. Сол енді ана бір политиктердің бағанағы айтқан президенттердің дебаттарын көріп алған ғой. Юношеский максимализм. Иә, юношеский максимализммен солар сияқты сөйлеймін деп шығып алып айтамын деген секілді. Яғни осы кезде мен ойлағам, дебат это ораторское искусство деп. Яғни ораторлық шеберлік пен дебатты екеуі өте бір зат деп ойлағам да. Хотя оларда иә ұқсас заттар да бар, ұқсас моменттер, иә, айырмашылықтар да бар негізінен. Енді мен сол дебатты ораторский искусство деп ойладым басында. Сөйтіп шығып алып біз сол кезде тек қана кім қатты шыңырады сол ұтады деп ойлаймыз ғой. Сол кезде барынша қатты айтып, эмоцияға салып, барып қарсыластарға тиісіп, әртүрлі нұқып болады сондай. Сөйтіп тиісіп ойнайтынбыз. Сөйтіп бірақ бір рет ойнайсың, бір жылдан кейін келесі жыл бірақ ойнайсың. Өйткені тарих апталысы келесі жыл бірақ рет болады. Сол келесі жылы болады да. Келесі кезегі. Вот осылай бір 3 жылда бір ретінен ба ойнап шыққан мектеп кезінде. Сол дебат деп ойлайтын. Ой, мен сол кезде эмоционально сөйлеу, бағанағыдай ораторский шеберлікті қатырады екенмін, значит мен мықты дебатермін деп ойлайтын. Университетке барайын, бір клубқа кіріп аламын дебатерский, и сол жақта өзімді көрсетемін деп ойлап, дебатқа университетке келдім. Былайша айтқанда ол жерде менің ондай ораторлық өнер деп қабылдап жүрген бағанағыдай качестволарымды, ерекшеліктерімді қатты бір қабылдай қойған жоқ. Ол жерде уже менің сыни ойлауым маңызды болды, менің дұрыс сөйлей алуым, тақырыпқа қатысты сөйлеуім, сондай нәрселер маңызды болды да. Енді мектеп кезінде бізде ондай болған жоқ қой. Біз алдықта тек қана бағанадай журналдардан, тағы да басқа аңыз адам деген журнал бар еді, солардан бір іздеп бір нелер жаттап алатын сөздерді. Сол жаттап алған сөздерді айтып солай жүре беретін. Вот осылай менде дебатқа деген бірінші көзқарас өзгере бастады жайлап. И одан кейін барып, ол кезде енді университет кезде де мен көзқарасым өзгергенмен үйдегілердің немесе басқа да ортаның көзқарасы өзгерген жоқ дебатқа деген. Олар әлі де ойлап отыр, дебат деген ол шығасың айқайлап сөйлейсің, бағанағыдай өз ойыңды жеткізу тағы да басқа емес. Сен просто былайша айтқанда қарсылық келтіруге ұмтылатын адамсың, яғни А десе Б деп қалуға ұмтылатын адамсың деп қарайтын болатын. И оның дым пайдасы жоқ, бағанағыдай бір сөйледің ба болды, кете берсей, бұл сөйлей алады екенсің, молодец, не қыласың, күнде барып турнир ойнап қайта деген сияқты ой болатын. Бірақ енді менің ол кезде өзімнің қабылдауым бойынша бұл енді бағанағыдай турнирлерге қайта қатысу, қайта барып өзіңді дебатер ретінде санап тұрып, қайта пікір сайысқа бару, ол өзіңнің бағанағыдай сыни ойлау, тағы да басқалардың бәрін қайта сындау болды ғой. Ал бірақ басқалар үшін ондай емес еді. Ол сен бір рет сөйледің, молодец, сөйлей алады екенсің, болды, бара бер деген секілді көзқарас еді. Ал қазір енді білмеймін. Қазір көбірек дебатерлар шыға бастады. Әйтеуір білмеймін, дебаттан турнирлар болып жатыр, видеороликтер көбейіп келгеннен кейін мүмкін кейбір ата-аналар көріп жатыр өзінің балаларын, тост айта алады екен, тағы да басқа қыла алады екен деп, осындай плюстарын көріп, кішкене көзқарас өзгеріп жатқан сияқты. Ну, кстати, мен қоса салайын, бірақ сол кезде вот мектеп кезінде барған кезде дебат мүлдем жаңағы танымал емес зат қой, ешкім бара қоймайтын, там бәрі футбол ойнайды, шахмат ойнайды и так далее. Бірақ дебатқа соның өзінде сол дебаттың пайдасын түсінген өте ақылды сондай балалар еді мектептегі, жақсы сөйлей алатын. Мысалы бізде Ернұр деген бала болған, сол типа дебатқа дайындалып отырады да, ағылшын мұғалім жүгіріп келіп, сенде олимпиада емес па, ағылшыннан барып эссе жаз дейді да. Ана бала кәз деп барады да, 10 минуттан кейін қайтып келеді, болды, эссе жазып жатырмын олимпиадаға деп. И сөйтіп орын алады сол олимпиаданы еще. То есть сол кездің өзінде негізі мықты, ақылды балаларды, то есть потенциал. Мен қазір ол Ернұр деген бала қайда екенін білмеймін. Сол баланы президент боласың деп айтатын еді сол кезде. Бірақ сондай балалар тартатын в любом случае дебат. То есть танымал болмаса да. Иә, мен бағанағы мен дебатқа қалай келдім деген сұраққа жауап. Мен мамандық таңдаған кезде мемлекеттік жергілікті басқару деген мамандық таңдадым, иә. Яғни бағанағы асан айтқандай юношеский максимализм, мен вот ертең болашақта университет бітіремін да, бірден әкім боламын деген секілді андай амбициялар болады. Сондай амбиция. Так, ол үшін не істеу керек? Ол үшін жақсы сөйлей алу керек. Ол үшін демек дебатқа бару керек деген оймен дебатқа бардым. Бірақ мен қазір бір өзім жеке басымдағы оқиғаны айтатын болса, мен 2-ші курста және 3-ші курста пікірсайыс клубымызда координатор болдым, президент болдым, яғни университеттің администрациясымен көбірек жұмыс жасадым. Осы кезде де бағанағы пікірсайысқа деген стереотипті көзқараспен жеке кездесіп жатты. Ол жайлы қазіргі енді ол қалай болды? Ол кезде, яғни мысалы кабинет алу үшін хат жазу керек болған университетке. Сол хат жазып апарып берген кезде университеттегі сол хатты қабылдайтын администрациялар, пікірсайысшыл дебатерлар ма, сендер осы сөйлей бергеннен басқа не істейсіңдер? Сендер қандай пайдалы зат атқарасыңдар? Вот мысалы жас отандар әртүрлі іс-шара ұйымдастырады, сендер не істейсіңдер деген секілді ойлар болатын. Сонымен өте жиі кездесетін.
сол саған хат алу керек, сен оған ешнәрсе дей алмайсың, саған хат алу керек, иә деп тұра беретін. Бірақ қазір шынымен де өзгеріп жатыр, себебі қазіргі оратордағы немесе дебат клубындағы балалардан сұраған кезде қазір мүлдем басқаша. Бірақ біздің кезімізде де справедливости ради айтып кету керек, университеттің администрациясы барлығы ондай болған жоқ. Біздің мысалы экономика факультетінің деканаты, зам деканы қолдап кабинет беруге тырысатын, бірақ сол главный корпуста отыратын адамдардың көзқарасы сондай болды деп ойлаймын. Қазіргі өзгерістің ең басты катализаторы қазіргі уақытта уже бұрынғы оқу және ағарту министрі Асхат Аймағамбет инициативасы осыған қаншалықты әсер етті деп ойлайсыздар, қаншалықты соның дебатты қолдап университеттерге, менің ойымша ол ең басты катализатор деп ойлаймын пікірсайыстың пиарына. Бірақ одан да басқа мүмкін адамдардың санасы өзгеріп жатты ма, мүмкін адамдар басқаша көз қарап жатты ма, немесе ең басты себеп осы Аймағамбетовтің осыны пиар етуі болды деп ойлайсыңдар ма? Менің ойымша адамдардың ешқалай да көзқарасы өзгермеген еді ол моментке дейін. Яғни олар бағанағыдай дебатты солай қабылдап келді. Дебат деген ол бағанағыдай айқайлау, өз ойыңды жеткізу, мүмкін өз ойыңды жеткізу, яғни көп сөйлеу деген сияқты заттармен теңестіріп алып келді, сөз таластырумен. Бірақ кейіннен, когда осы Асхат Аймағамбетов осындай үкім шығарды, дебатты мектептерде дамытуымыз керек деген секілді. Сол кезде біраз мұғалімдерге енді жүктелді осы бағанағыдай клубтар ашу керек, клубтар дамыту керек, дебатты дамыту керек мектептерде деген сияқты. Осы бірінші мұғалімдер қызығып бастады менің ойымша. Яғни мұғалімдер түсініп бастады да. Менің ойымша оның алдында мұғалімдер де қатты түсіне бермейтін да. Өйткені мұғалімдер де оларда ата-ана бір шетінен кімдер, оларда енді қоғамның бір бөлшегі ғой, бағана ойды қалыптастыратын, басқаларға да ой жүктейтін. Осы мұғалімдер түсініп бастады. Осы түсініп бастағаннан бастап мүмкін ол басқа адамдарға да беріле бастаған шығар. Ол мұғалімдер енді өзінің баласына айтады, дебат деген жақсы екен деген сияқты. Подружкасына айтады, бағанағыдай тағы да басқа осылай айтып, мен ойымша осылай ғана дамыт. Оған дейін мен бағанағыдай осы үкім шыққаннан кейінгі өзгерістер, яғни жай болды ол өзгерістер, бірден емес. И оған дейінгі моментте екеуінің айырмашылығы екі түрлі деп ойлаймын. По идее, негізі мен әрине Асхат Қанатұлының әсері бар, бірақ мен әлі де дебатты бір попсовый бір зат деп айта алмаймын. Барлық адамға қызық, то есть оның қазір бәрі ойнап жатыр, минуға келіп мен дебатермін десең, күшті, сен дебатерсің деп ешкім айта қояды деп ойламаймын. Біз әлі де пікірсайыс, дебатерлар деп айта берейін, дебатерлар әлі де вакуумда деп ойлаймын. То есть әлі де, условно бұрын ол вакуумда 50 адам болса, қазір может 150 адам шығар, бірақ әлі де мысалы мемлекет масштабында қарайтын болсақ, дебат жайлы немесе ол дебатқа қатысты балалар жайлы қатты барлығы көп біле қояды деп ойламаймын негізі. Мысалы біз қазір далаға шығып, мен пікірсайысшымын десең, или мен дебатпен айналысамын десем, біреулер тұрып деп айта қоймайды. Кстати, мен оны қайдан байқағанымды айтайын ба? Біз неге бардық бір рет достарыммен стендап Астана деген, кстати, Астанада жақсы стендап клуб бар. Соның бір концертіне бардық та, и бізді тура стендаперлердің қасына отырғызады. И стендаперлер стендап бастамас бұрын разогрев болу үшін публикамен сөйлеседі екен олар бірінші. А мен ең шетте отырамын да, то есть диван шетінде мен, и сразу комик, ол комик стендап Астанада самый главный біреу, атын ұмытып қалдым. Кажется, ғалым Коряк бар, білмеймін. И ол тұрады да сұрақ қояды маған, сен кім болып жұмыс істейсің дейді. И как раз вообще кім екенін айтып бере салайын. Мен айтамын, мен қазір министерствода дебат қозғалысын дамыту бойынша жобалық кеңседе жұмыс істеймін деп айтамын ғой. Ол тұрып деп қалды, дебат деген не деді сосын. Дебат деген мынандай дедім, ол тұрып деп бір приколдар айтуға тырысты, бірақ дым прикол айта алмады, өйткені өзі түсінбеді не екен. Бірақ ол сосын андайға келтірді бәрін бұрып. Айтты, дебат деген күшті ғой, мен білімше оны ақылды балалар ойнайды. То есть андай общий бір представление какой-то бар, бірақ нақты не екенін біле қоймайды. Сосын ол айтты, бірақ мына Дәулет деген баланың істейтін жұмысы бәлкім бүкіл Қазақстанда или әлемде тек қана андай супер уникальный жұмыс, и ол жұмыс возможно ешкімде жоқ деген келтірді. Поэтому мен қазір дебат супер хайп, новый версус, новый рэп деп айтатындай емес по идее. Но әрине бірақ бұрынғыдан қарағанда прогресс едәуір жоғары. Анау не ғой, бағана айтқанда өзгерді дегенде ол андай қоғамдық не жағынан емес, бағанағыдай попсаға айналды, барлығы ойбай дебатер болуға ұмтылды, ол жағынан емес. Бірақ кем дегенде бағанағыдай университеттің администрациясы олар қалай жұмыс жасайды? Көбінесе оларға мысалы министерстводан бір жерден хат келеді ғой, бізге осындай театрдың адамдары керек деген секілді, білмеймін, мына жерге бір сендердің әншілерің керек деген сияқты хат келеді, олар осыларды сыйлайды. То есть олар бағанағыдай сол хат келген жерлерге жауап береді, әншілерін жібереді, сол арқылы олардың имидждерін өздерін көтереді, мысалы Енудан осындай
там театр ойнап шықты деген сияқты болса, иә. Енді мысалы министерстводан сұрақ ретінде неде келе бастады да, бана дебаттық движение бар ма сендерде? Қанша клуб бар, қанша адам бар, жиналыстарда да оны айтты, неғып дамытпайсыңдар деген сияқты. Бір-екі рет сондай жиналыстарда болды ғой, ректорлармен. Ол кезде там университеттер кімнің қол астында еді ғой, оқу ағарту министрлігінің. Ол кезде білім және ғылым министрлігі де. Вот сол кездерде мысалы университеттер кішкене болса да сол кезде андай қылды да. Біз дебатерлар дегенде керек екен ғой, біздің университетте болу керек зат екен ғой деген сияқты қылып. Кішкене болсын администрация жағынан қолдау пайда болған сияқты. Бір мектептерде де кішкене бір дебаттың клуб ашайық, адамдар бар шығар, осындай бір сөйлегісі келетін деген сияқты. Мен сияқты бір жыл күт жүрмейтін болды. Бір жыл тарих аптасын күт жүрмейтін. Сондай жағынан кішкене өзгеріс болды. В любом случае. Мысалы, менің мектебіме повезло, сәлем жолдай салайын мектебіме, 38-ші мектеп лицей. Бізге кабинетті де берді, бізді сабақтан да босатты дебатқа дайындалуға. Біз өйткені орын алатынбыз. Бірақ көп мектептерге ол кезде аудитория да бермейді, олар былайша айтқан далада дайындалады десек те болады образно. То есть өте қиын болатын дебатқа дайындалудың өзі. Қазір менің ойымша барлық мектептерде жағдай жасалған бұл тарапта балаларға как минимум инфраструктура бар деп ойлаймын. Осы тұста, мысалы, шынымен де мысалы бағана дәулеттіңге жолы болды мектебінде. Біздің университетті, мысалы біз бастаған 2017 жылдары университет бастаған кезде біздің университетте 3 пікірсайыс клубы болды. Олар кейбіреу, мысалы, Парасат 97 жылдан бері, Оратор 2004-тен бері жұмыс жасайды, Жеті жарық қателесем 2007-тен бері жұмыс жасайды. Яғни бұрыннан бері инфраструктурасы бар, бұрыннан бері пікірсайысты біледі деген университеттің өзі пікірсайысшыларға басында қарым-қатынас онша емес тұғын. Ал пікірсайыс енді құрылған немесе мүлдем жоқ университетте жағдай одан да жаман болған шығар деп логикалық түрде жобалауға болатын секілді. Вот қазір шынымен де сол нәрселердің барлығы дұрысталады деп ойлаймын. Дұрысталып жатқан сияқты шынымен де. Вот біз стратегиялық түрде дұрыс емес жасадық. Себебі нені дұрыс емес жасадық? Осы подкасттың барысында бәлкім пікірсайысшыларға қызық болған шығар бастапқы 15 минуттағы әңгімелер, бірақ алайда мүлдем пікірсайысқа тыңдамайтын, білмейтін адам осы подкасты тыңдаса, ол өшіріп тастаған шығар, бәлкім 1-2-3 минутта. Бірақ егер де сендер қазір тыңдап отырсаңдар, пікірсайыс жалпы қандай артықшылық береді деп ойлайсыздар? Мүмкін немесе пікірсайыспен айналысып жүрген адамның өзіне қандай артықшылықтар біз алдық жеке тәжірибемізде деп ойлайсыздар? Мен мысалы пікірсайыстың арқасында өзім алған артықшылықтарымды айтатын болсам, пікірсайыспен 4 жыл, 6 жыл айналысып жүрмін. Осы кезде адамның алдында шынымен де қорықпай сөйлей алу качествосы менде пайда бола бастады. Мен осы уақытқа дейін көпшілік адамның алдында сөйлейтін болсам, сасқалақтайтын едік, қазір осы нәрселер яғни өмірге керек қандай қабілеттер, осы қабілеттер жақсара бастады. Одан бөлек өз ойымызды конструктив тұрғыда жүйелі түрде айта алу бәлкім. Одан бөлек қазір менде бұрын әсіресе юношеский максимализм ұрып тұрған кездерінде өте впечатлительный болатын еді. Яғни белгілі бір ақпаратты бір пафосты тұрғыда бір әдемі жеткізсе, соған сеніп қала беретін еді. Қазір кішкене ақпараттарды ол шынымен сондай ма деп ойлап, бірнеше источниктерді қарап көре алу шынымен де бұл болашақта бәлкім керек қабілеттер. Осы қабілеттерді берген секілді. Мүмкін сендерде қандай артықшылық, сендер өздеріңде яғни қандай өзгерістер байқадыңдар? Және де сол өзгерістер конкретно бір кейстер бар ма? Жұмыста пайда тигізген, немесе тағы да басқа бір өмірлік керек ситуацияларда пайда тигізген. Вот осы пікірсайыс болмаса, мен бұл ситуацияны қазір шеше алмайтын едім деген бір кейстер бар ма? Саған сен айтқан заттан басқа қосатын болсам, біріншіден маған пікірсайыс әйел тауып берді деймін ба. Пікірсайыс қозғалысы да маған әйел тауып берді, поэтому дебатпен айналысыңдар. Одан бөлек негізі мен мектеп дебат бастадым ғой. Мектепте өзімен деген сенімділік аса қатты жоғары болмаған менің. Эмоционалды болған, мен даже сыныпта жылаған кездерім болған, апайға жынданып деген сияқты. Одан бөлек бір критика естісем ата-анадан, балалардан, бір прикол естісем, бұның барлығын жүрекке жақын қабылдайтын по идее. Бірақ дебат, Шыңғыс айтқан, күшті скиллды дамытады, ол критикалық ойлану, адам психологиясы жайлы зерттейсің, возможно. И ол мен енді ешқандай психологқа бардым, ондай болған жоқ. Бірақ мен өз-өзіме психолог болуды үйрендім, и анализ жасау үйрендім өзіме негізі. И осы критикалық ойлау маған кез келген затқа басқа көзқарастан қарауға үйретті. То есть, мысалы, мен мектеп кезінде жүрем, вот мен онша емеспін, мен 5-ке оқымаймын, мен бойым ұзын емес, мен арықпын еще,
сондай әртүрлі заттар. Енді мен школда самый последний бала болдым деп айта алмаймын, но тем не менее. И осы дебат ойнағаннан кейін сен әртүрлі көзқараста болу керексің ғой дебатқа қатысты. То есть мысалы бір үкімет позициясында сен условно Қазақстан күшті десең, оппозицияны уже оның кемшіліктерін табу керексің ғой. И мен сол кезде ойландым, а что если олай емес, может мен жаман емес шығармын деп ойлап бастадым. Мысалы мен жақсы шығармын, менің жақсы жақтарым бар ғой, мен жақсы әзілдеймін, білмеймін, менің түрім әдемі шығар, может, деген сияқты. То есть осындай заттарды мен ойлап бастадым, и ол маған үлкен сенімділікті әкелді. Әдетте сен подросток болған жасөспірім кезінде мектепте, университетте сен жалпы өзіне сенімді адам болсаң, жалпы өз сөзіне сенсең, өз өзіне сенсең, сен жалпы қоғамда сені қабылдайды адамдар, жақсырақ қабылдайды. Мен соған көзім жеткен сияқты. И өзіме сенім де пайда болғаннан кейін кез келген істі жасап бастағанда сол істе бір жетістікке жететініне сеніп бастадым. И то есть осы дебат маған критикалық менің ойлауымды дамытып бастағаннан кейін жалпы өмірде белгілі бір жетістіктерге и жалпы бір комфортқа жеттім. Сол үшін дебат негізі маған берген ең басты көмек осы, яғни анализ жасай білу өзіме, өмірге, қоршаған ортаға болады. Енді мен де маңызды, сендердің айтқандарыңмен бәрін қосыламын, осы заттар менде де болды. Ең басты бүйтіп бөлшектеп бүйтіп айтуға болатын зат ол. Мен ойымша мен логикам қатты дамыған секілді, өзім солай ойлаймын да. Себебі дебатты ойнаған кезде бағанағыдай логиканы дамиды ғой. Біреудің сынын табу, біреуді сынаған кезде де өзіңнің сөзіңді, өзіңнің ойыңды арттыру барысында, яғни аргумент құру үшін сен ойланасың ғой, қалай жақсырақ қылсам болады, қалай отырсам болады деп. Бүйтіп айтсам жақсы ма, бүйтіп айтсам дұрыс па деген секілді. Осының барлығы бағанағы логиканы құрастырады. Енді логиканы былай не үшін керек деген сұрақ пайда болады, бағанағыдай дебат ойнадың, логиканың пайда болды, ичо деген сияқты. Бірінші зат ол андай. Мысалы, мектепте ойнаған жоқпын, мектепте айтпай ақ қояйын жарайды. Университет кезінде енді көбінесе пәндер болады әртүрлі. Мектепке қарағанда ол пәндер әжептәуір қиын негізі кәдімгідей. Өйткені универде былай енді ғылыми тілмен жаза салады, бере салады саған, оқып ал өзің деген секілді. Енді сондайды оқып алу барысында ешкім ештеңе түсінбейтін да. Мен де түсінбейтім көп затын, бірақ бір моментте кішкене үңілуге тырыссам, сәл ойлануға тырыссам, мен бір-екі логика тауып алатынмын. Яғни мынадан кейін мынау шығады деген секілді. Яғни бізде көбінесе технический мамандық болғаннан кейін бағанағыдай IT саласы кішкене соған жақын болғаннан кейін, ол жерде кішкене логика керек болды да, бағанағыдай. Мысалы бір бу машинасы қалай жұмыс жасайды деген бір тақырып болатын болса, бу машинасының көтерілуі үшін бағанағыдай от жанады, мынау қыздырады, сол кезде бу бөлінеді деген секілді осындай бір логикаларды мен оңай қағып алатынмын. И осы кезде екінші зат ол гигабайтпен былай информацияны жұта бересің тоқтамай. Яғни дебатер болғандықтан сен информацияны өте қысқа уақытта не қылу керексің ғой, бағанағыдай обработать етіп, одан бір күшті бір зат шығару керексің. Яғни өзіңе бір товар сияқты шығару керексің ғой. Осы қысқа уақытта 15 минут береді дайындыққа. 15 минут бойы сен бір тақырыпты ойланасың. Мысалы, айдаладағы қалай солтүстік Ирландияның Англияға қосылған дұрыс па, дұрыс емес па деген тақырыпты ойланып отқан кезде, мысалы, ана либеристік партия не істейді, либералды партия не істейді деп, консервативті партияға қызық па деген сияқты осындай бір былай қарап тұрсаң, басқа бір мемлекеттің өте бір қиын системасына үңіліп жатсың да. И солардағы бір барын қысқаша тез білмеймін, өгізі тығыл Википедиядан оқыған бір-екі зат бар, соларды алып обработать етуге тырысып жатқам. Сондай моменттерде уже ертең бағана университетке барып сабақ айтатын кезде мүлдем қиын болмайтын, мен басын оқып алам, сөйтіп айта беремін. Одан кейін осы жақында болған ситуация, магистратураға түскен кезде мен уже сабақ айтқан кезде тек қана тақырыбына қарайтын болдым. Философия деген оңай пәндер болатын болса, мен тақырыбына қараймын, или психология деген сабақтар болды, сол тақырыбына қарайын да айта беретін болдым. Неге? Себебі маған логикалық түсінікті да оның тақырыбы, и одан кейін мен логикалық түсіндіріп беремін адам психологиясын, тағы да басқаны. Сондықтан менде енді университетте группада бір бәле қорғау керек, тағы да басқа дейтін болса, барлығы слайд, мулайтты өздері дайындайды. Мен тек қана бағанадай соны айтып берумен айналысам. Кстати, еще қоссам, дебаттың артықшылықтары и неге күшті дегенде, дебат просто күшті, кайф қылып негізі. Мысалы, мен спорт жақсы көремін, бірақ мықты спортсмен болу қиын ғой, и әртүрлі факторлар бар, травма алып қалуы мүмкін, и ол тоже үлкен еңбек. Бірақ дебат ол да жарыстың түрі ғой, сен
жеңіп, сенің қарсыластарың бар, сен оларды жеңу керексің. Бірінші орын алсаң, кубок ол саған үлкен эмоциялар сыйлайды. Вообще естен кетпес эмоциялар сыйлайды. Менің бір-екі кубогым ол, возможно, менің өмірімдегі там топ 10 дней дәулеті деген бір список жасасам, оның ішінде, возможно, какой-то күн ол бір какой-то кубокты жеңу болуы мүмкін, иә. И сол кубокқа жүру барысында сен үлкен ләззат аласың, біріншіден. Екіншіден, үлкен еңбекқорлыққа үйретеді сені. То есть, мысалы, саған сабақ оқы десе, сенде мотивация жоқ оқуға, 5 үшін адам оқитын адамдар бар шығар, бірақ олар көпшілік деп ойламаймын негізі. Көп ақылды балалар бар, бізде сыныпта ақылды балалар болған, олар 3-ке оқиды мысалы, бірақ өте ақылды. Бірақ дебатта сенде мотивация бар, мысалы, жаңағы Северная Ирландия неге Англия қосылу керек, или бір Аль-Джазирада бір статья оқуға, өйткені сен Аль-Джазираның бір статьясын оқысаң, ертең раундта ешкім білмейтін информацияны айту арқылы раундтарды жеңесің. И ол сені как минимум еңбекқорлыққа үйретеді, и сен кейін мысалы біздей жасқа келсек, енді біз әрине кәрі емеспіз, бірақ енді мектеп бітірдік. Мысалы, сен уже өз бетінше телеграмға кіріп, мен мысалы жаңалықтар оқимын, там сондай сияқты. То есть адамның білімін арттыра ма, и плюс еңбекқорлықты да арттыратын сияқты, сол тоже күшті. И тағы бір қоса салайын, сори. Ол өте күшті комьюнити дебат деген. Себебі дебатта өте көп деген ақылды адамдар жиналған. Жаңа мен басында айтып кеттім, мектеп кезінде ақылды балалар бізде болған деп. Университетте сондай Ернұр сияқты, мен айтып кеткен Ернұр ойым, атын ұмытып қалдым. Ернұр сияқты балалардың тағы 10-ы болады да, и олардың барлығы ақылды, и сен олармен аралас бастаған кезде көптеген өмірге қатысты, немесе жалпы саясат, экономика, кез келген салаға қатысты өте қызықты ақпараттар аласың, и ол адамдар жалпы сенің өмірінде жақсы адамдар көп кездеседі. То есть сенің кругың, мысалы былайша айтқанда, алкаштар мен наркомандар емес, жақсы адамдардың құралған орта болады. И ол саған болашақта жұмыс табуға да, и жалпы қасына жақсы жолдастар табуға да үлкен мүмкіндік береді негізі. Осы тұста маған тағы пікірсайыстағы ең керемет, мүмкін жақсы артықшылықтар бір ой келді. Мысалы, бізде Қазақстанның жалпы қоғамында, Қазақстан менталитетінде көп адамның базовый құндылықтары көп талқылана бермейді. Мысалы, жеке шекара, адамның белгілі бір жеке шекарасы болу керек деген секілді, адамның өзінің біреудің ойын құрметтеу керек деген секілді, немесе біреудің ойын обесценивать етпеу керек деген секілді. Ол мысалы Еуропа елдерінде ол барлық адамға понятны нәрсе, оны кішкентай кезінен бастап үйретеді, мектепте үйретеді, буллингке кету жаман деген секілді. Бізде менталитет мүлдем ондай емес. Бізде яғни ешкім сөйлеспейді, ол жайлы сөйлессе де ата-аналар түсіндіретін болса да, ол мектептерде айтатын болса да, ол бір супер жақсы мектептер ғана болмаса бір, алайда көпшілік мектептерде бізде ондай нәрселер көп талқыланбайды. Біреудің жеке шекарасын құрметтеу керек, ойын құрметтеу керек деген секілді нәрселер. Бізде көп нәрсе біреуді, яғни сенің ойыңа, сенің көзқарасыңа қарсы бір нәрсе келсе, бірден бізде айыптап шығады, немесе жамандап шығады, немесе буллитетіп кетеді мектептерді кейсін айтатын болса. Пікірсайыс, жалпы мен осы ойымды кардинально өзгертті. Мен мысалы келген кезде кейбір нәрселерге өте қатты принципиалды қарайтын едім, яғни вот мынау жаман абсолютті тұрғыда, мынау жақсы деп, бірақ алайда келдім, бағанағы дәулет айтқанда неше түрлі керемет ақылды адамдарды көрдім, және де олардың өмірлік көзқарастары менің өмірлік көзқарастарым мүлдем басқаша, және сол адамдармен сөйлесудің өзі де дос болып кету де мүмкін екенін түсіндім. И осы кезде мен түсіне бастадым, біреудің шекарасын бұзбау керек деген нәрсе. Жалпы адамның өзінде жеке шекарасы бар екенін түсіне бастадым. Жалпы адам жеке шекарасы жайлы деп мүмкін болашақта подкаст түсірсек болады, но бірақ осындай нәрселерді түсіне бастадым. Ары қарай оны құрметтей бастадым. Дебатқа мүлдем бармаған достарыма түсіндіре бастадым. Вообще-то мынау дұрыс емес, мынау дұрыс деген секілді. Конечно, басында душнила болдым, бірақ алайда оны кішкене ойлай келе, жалпы пікірсайыспен айналыссаң, сен тек қана өзіңді дамытпай, мүмкін сені қоршайтын сыныптастарыңа, достарыңа кішкене әсер етуі мүмкін, қоғамға әсер етуі мүмкін деп ойлаймын. Яғни пікірсайысшылар көбейген сайын осындай адамның жеке құндылықтары бар екен, оларды құрметтеу керек екен, олар неге маңызды екен түсіне бастадық деп ойлаймын. Кстати, осы жерде қоса кетсем, бұл тақырыпты дамытып, вообще негізі Қазақстанның қоғамы қазір, Қазақстан өсіп келе жатыр ғой. Кез келген медиа пространствода адамдар саны, и Қазақстан жалпы мемлекет ретінде үлкен мемлекет, и әртүрлі адамдардан құралған, то есть консервативный адамдар бізде көп, консервативті. Бізде қазір либералды адамдар да көбейіп бара жатыр, одан бөлек бізде қазақ, орыс, там қырғыздар, корей, кәрістер, басқа да көп адамдар бар. Бірақ қоғамда өте көп ойлар радикалды, бір-біріне, то есть
бір-бірімен өмір сүре алмайтын ойлар көп бізде. Мысалы ана ролик есіме түсті, естеріңде ма? Бір бала попит ойнап жатады да сосын ана жігіт тұрады да, попит ойнағаннан кейін ол бала гейге айналып кетеді деген сияқты. Кітап оқыса ол значит ақылды. То есть бұл міндетті түрде, мен қазір консервативті адамдар жамандап жатқан жоқпын. Либералды адамдар тарапынан да мысалы консерватизм абсолютті жаман, немесе қазақтың салт дәстүрлері уже в прошлом, немесе там сондай да заттар бар, бірақ негізі егер де қоғамда мысалы көп пікірсайысшылар болса, мысалы, менің ойымша, то барлық осы әртүрлі мультинационалды мемлекет, әртүрлі ойлардан құралатын, әртүрлі религиялардан, ұлттардан құралатын мемлекет негізі мықты гармонияда өмір сүретін еді деп ойлаймын. Сол үшін негізі дебаттағы екі ойлы болу, екі ойды да қабылдай білу осы заттарға үйретеді ғой. Сол үшін негізі дебаттың қажеттілігі өте қатты зор негізі. Әсіресе Қазақстан мемлекетінде деп ойлаймын. Бағана Шыңғыс айтып кеткендей, бәріміз мысалы подростық кезден бір жүйеде ғана өмір сүреміз ғой, өзіміздің үйімізде, одан кейін мектебіміз. Яғни ол кетіп қала алмайсың одан артық, мектеп пен үйден. Яғни мектепте үйде ғана былайша айтқанда тәрбие аласың. Мектебің мен үйің бірдей болатын болса, онда сенің тәрбиең бірдей да. Егер осы екеуінен ғана алып келесің, мысалы, біреу бір ауылдан алып келеді, ол тәрбиені тек қана. Біреу өзінің қаласының бір бөлігінен алып келеді, біреу сондай сияқты. Мысалы, сөйтіп алып келеді, университет сияқты үлкен өмірге келген кезде, олар қандай оймен келеді? Сол бағанағы мектебінен, үйінен алып келген оймен. Яғни үйінде или мектебінде айтатын болса, там сен 18-20 жасқа дейін машина алуың керек деген секілді, машина алуың керек обязательно деген. Әйтпесе сен чортсың деп айтатын болса, мысалы үшін. Ондай болатын болса, ол сөйтіп өмір сүреді. 20 жасында шейін машина алуым керек деп. Машина алу үшін ол бәрін жасауға тырысып, бағанағыдай, білмеймін, бір кредит алып, мүмкін машина алады, бағанағыдай. Сынып бұзылып тұрған болса да машина алады деген секілді. Яғни адамның тәрбиесі болып қалады да ол. Вот когда университетке келген кезде, мысалы, бірінші осы дебат сияқты жерге келген кезде, сенің бағанағыдай өмір бақи естіп келген затың барлығы ол ақиқат емес екендігіне орнасың да. Яғни ол тек қана бір шындық болған, шындықтың бір беті. Мүмкін ол жақсы, 20 жасқа дейін машина алу дұрыс қой, керек нәрсе, күшті зат. Бірақ ол мүмкін ақиқат емес, ол өмірде ең басты зат емес. Вот осындай ақиқат емес екендігін түсінесің да. Яғни келесің, өзінің шындығыңды айтасың, басқа біреу одан да бір мықты шындықты айтады. Мықты дегенде қалай айтып жатырмын? Яғни ол енді опытный, аргументті күшті құрады, бағанағыдай сөйлеуі де мықты, бір үлкен курстар сондай болады, басына мықты ойнайды. Яғни олар алады да сенің ойыңды, бағанағы шындығыңды быт-шытын шығарып тастайды. Яғни өзің сенбей қалатындай болып қалады да бір кезде. Сол кезде ойланып қаласың. Сонда мынаның барлығы өтірік болған ба деген секілді. Сөйтіп барып, одан кейін барып қайтадан сен енді тырысасың ғой, аргументті табасың, бүйтесің, сөйтіп сен дами бастайды, бағанағыда ойың, логикаң дами бастайды да, сөйтіп сен түсінесің. Шындық мына моментте ғана ол шындық. Егер ақшаң болса, не қылса соған ұмтыл, бірақ болмаса ол болмайды деген секілді. Бағана 20 жаста машина алмасаң, ештеңе қылмайды деген сияқты. Яғни бұл тағы да бір неге алып келеді? Бізді ақиқатқа деген ұмтылысқа алып келетін секілді. Яғни мен бір нәрсені естіп алдым, бұл осы шындық деп жүрмейсің. Сен ізденесің оны. Ақиқат па, ақиқат емес па? Мысалы, бір нәрсені біліп аласың да, сен барасың да бір дебатқа келген кезде вообще бір шашын бояп алған біреумен сөйлесіп отырсың да. Ол басқа нәрселер айтып отырады саған, басқа нәрсені шындық деп отырады ол бар ол. Білмеймін, бір қыдыруды шындық деп ойлайды ма, бір басқа мемлекетке кетіп қалуды шындық деп ойлауы мүмкін да. Бір жерден оны айыптай алмайсың, ол жерде бар ғой, өйткені оның да бір өзінің шындығы бар да. Басқа мемлекетке кетсем болады. Неге? Себебі ол жақта жақсы, тағы да басқа. Сен отырасың, мен патриот болуымыз керек қой, Құмаш, біз деген Қазақстанды көтермейміз ба деп. Көтере бер, пожалуйста дейді. Сол кезде ойланып қаласың. Бір шеттен Қазақстанда мен көтерейін, ол кете береді. Енді өзінің әркімнің өз өмірі ғой деген секілді. Сонда қайсысы дұрыс? Вот сұрақ. Өмір бақи осымен ойланып өтесің, одан кейін өмір бақи емес, біраз уақытқа шейін ойланып өтесің. Менің жолым қайсы? Одан кейін өстіп ақиқатқа ұмтылыстың арқасында сен өзіңе жаныңа ұнамды, яғни мен жаныма ұнамды болатын болса, осы Қазақстанда қалу, Қазақстанда қызмет ету мен жаныма жақын болатын болса, мен уже осыны таңдаймын да, и оны қалай таңдаймын? Ақиқатқа жақын бір ой ретінде танимын да. Ал ана кісі бағанағы шашын бояп алған Америкаға кетемін деп жатқан кісі, может ол да солай қабылдайды да, ол Америкаға кетемін, ол менің өмірім. Оның да ақиқаты. Тағы бір қосай салайыншы, қарсы болмасаңдар, менде тағы маған глобальный ойлар келіп жатыр че-то. Мысалы, дебаттың да өте қажет зат, асанды толықтыратын болсам, әсіресе Қазақстанда опять-таки, мысалы, көп жылдар бойы, қазір енді ондай деп ойламаймын, бірақ көп жылдар бойы біздің бүкіл инфопространство мемлекетпен толы болғаннан кейін, мемлекеттің көп айтқан заттарына халық сене береді, біз еще халық аңқау, сондай ақкөңіл ғой, мысалы, әртүрлі, білмеймін, мен аса қатты үңілмеген ол заттарға, но мысалы всякий Қазақстан 2030 стратегиясын ұсынамыз, Қазақстан 2050 стратегиясын ұсынамыз деген секілді заттар, осындай заттар, мысалы,
халықтың барлығы наивно просто сене береді иә адамдардың сөзіне, политиктердің болды 2030 жылы 30 елге кіріп тұрық қой, солай болып тұр ғой деген сияқты иә. Бірақ ойланбайды иә, типа шын емес шығар, бұл просто бір политикалық движениялар шығар. Бірақ осы жерде қосып кететін зат бар. Мысалы мен өскен жақта ешкім сенбейтін политиктеріне. Жақсы нәрсе болса да сенбейтін. Міне осы кезде маған мындай ой келді. Бізде әрқайсымыз туылғалы бері адамдар андай социальный существолар ғой. Яғни біз әрдайым бізді қоршап жатқан адамдардың модель поведениесін копировать етеміз, яғни көшіреміз иә. Бір жерде мысалы біреулерді буллить ету арқылы өздері самоутвердиться ету дұрыс модель поведения болса, біз сол қоғамнан қалып кетпеу үшін, қоғам шетіне қалып кетпеу үшін сол модель поведениені көшіреміз иә. Пікірсайысшылар осы Қазақстанда қалыптастыратын модель поведения өте жақсы секілді, себебі пікірсайыс комьюнитиінде, дебат комьюнитиінде сен егер бір адамның ойын категорически осуждать ететін болсаң, сені уже ол қоғамнан шеттетеді, немесе сені уже фрик деп көреді. Осы кезде сен модель поведения менің ойымша өзгерте бастайсың. Вот осы кезде мысалы сене беретіндер, мысалы бағанда Қазақстанға сенбейтін адамдар, немесе шашын бояйтындар, боямайтындар пікірсайысқа келеді. Әрқайсының көрген модель поведениесі әртүрлі. Осы жерде келеді, миксоваться етеді, и бұл жерде айтады, жоқ, бұл жерде модель поведения абсолютно әртүрлі болуы мүмкін, бірақ ең бастысы модель поведения, сен бұл жерде барлық адамның ойын құрметтеуің керексің, барлық адамның ойын түсіне алуың керексің дейді. И осылай в целом осы өте жақсы импакт етеді, потому что бізге модель поведениеді адамдардың өзгертетін секілді қалыптасқан. Бұл өте қиын деп ойлаймын, мен ойымша адамның модель поведениесін өзгеру, или в целом Қазақстандағы токсичный емес модель поведенияның бір ортасында болып қалуы. Фантазия бар ғой, бірақ менің айтқым келген месседж басқа еді негізі. То есть адамдармен, то есть егер де пікірсайысшылар көп болатын болса, адамдармен жалпы халықпен манипуляция жасау қиынырақ дегенді айтқым келген мен. То есть жалпы если көпшілік халық сондай болса, пікірсайысшы болмаса да, то есть хотя бы критикалық ойлауы мықты болса, немесе ақпарат саралайтын адам болса, ол мен мысалы қазір бәрін оппозиционер болып кетіңдер деп айтып тұрған жоқ. Мен мысалы себебі Франциядағы аталарымыз, олар да сомнительный адамдар оларға да жатып сенетіндер бар каждый айтқан сөзіне сенетіндер көк шарды шықсындар, ертең келіп қалдым міне қазір самолетқа мініп жатырмын деген сияқты То есть осының арқасында адамдармен манипулировать ету неғұрлым қиын болса, то меніңше, білмеймін, мен может наивный адам, бірақ мемлекеттің де халықтың алдындағы андай жауап беру, отчет беруде сапалырақ бола ма, может, и бос сөзбен уже тойдыра алмайды да халықты. Осы тұрғыдан дебат тоже өте. В общем, срочно дебатты дамытыңдар Қазақстанда максимально. Ана бағана айтқандай бір адамдар болды, мүлдем сенбейді деген секілді. Ол адамдар да кішкене өзіне енді фильтр пайда болады да, қайсысына сенсең болады, қайсысына сенбейтін болады. Яғни ол мүлдем сенбейтін адамға сен келіп, егер коррупция болса, бір адамдар өздерінің таныстарын жұмысқа алатса, мына нөмірге хабарласты айт десең, ол хабарласпайды. Қойшы олар өтірік айта береді, өздерінің балаларын бәрібір тартады. Өтірік кім бізді ойлап жатыр дейді да, мүлдем айтпайды. Соның кесірінен мысалы кейбір ауылдарда қаншалықты бағанадай коррупцияға тоқтатуға тағы да басқаға кері байланыстар қойып там телефонный номерлар беріп жатса да, осы кісілерге хабарлассаңдар шешеді, яғни антикоррупционный служба осы жерде бар дегенде неғысаң да, ол кісілер бағанадай өзгертуге, өзінің өмірін жақсартуға, мүмкін ол коррупцияның кесірінен зардап шегіп жатқан шығар, білмеймін, бір адам жұмысқа кіре алмай жатқан шығар, тағы басқа болған шығар, осыны жақсартуға ол қадам жасамайды. Толық несправедливость деп ойлайды. Осы үшін ол жүре береді да, өзінің өмірін қиналып, анадай. Ешкімге жан ашымайды қазіргі әлемде, мемлекетке бәрібір де ойлайды. Хотя мемлекет шынымен де жақсы нәрселер жасауы мүмкін көп заттарда. Кейбір кездері шынымен жақсы заттар жасайды. Енді әрқайсысы әртүрлі болады, әркімнің түсінігіне де байланысты деген секілді. Мен де осындай да нәрсе байқағам. То есть мемлекетте барлығы нақты ақ немесе нақты қара емес, сұр, то есть жалпы өмір сұр ма, осындай философиялық ойға келдім, өмір сұр, то есть осындай затты түсіну керек шығар, и осылай болса бәріне де жақсы болады деп ойлаймын. Өйткені солай ойлаймын. Сонымен менің ойымша біз подкастты почти аяқтап қалдық. Сонымен қорытындылай келе, қазір пікірсайысшылар әлемге үшін фрик, көпшілік адам үшін, бірақ бұрынғыдан қарағанда, бұрын басында Дәулет айтып кеткен. Фрик деген сөздің анықтамасын беріп кетсең. Фрик это басқалар үшін сәл біртүрлеу, немесе сәл бір басқашалау, қазақша айтқанда қиялдау, сәл сондай бір адамдар деп ойлайды, яғни сөйлей береді, айта береді, қиял деп қабылдайды. Солай деп ойлаймын.
фрикқа әртүрлі анықтама, дәулет мысалы алдында фрикқа басқаша анықтама берген, қалай берген, ұмытып қалдым. Ну то есть тоже сондай сәл басқашалау адамдар, ерекше адамдарды сен андай позитивті түрде анықтама берген. Мен фрик дегенге негізі ешқандай негатив салмаймын фрик деген сөзге. Ол просто басқаша көзқарастағы жалпы массадан кішкене бөлектеу адамдар, бірақ олар міндетті түрде жаман емес негізі. Бірақ негізі бүйтіп фрик деп ондай болмайды деп үміттенемін дебатта, өйткені ол жерде по идее күшті адамдар. Бірақ жалпы негізі пікірсайыста бізді түсінбейді, ондай бар дебат не екен, бірақ пікірсайысшыларды шектеп жатыр деп айтуға да келмейді негізі. Біз бір азшылықтар тобымыз деп бір митингке шығайық дегендей емес. Негізі бәрі нормально, бірақ біз көп емеспіз. Сол негізі қынжылтады деп айтайын ба. Көбінесе негізі дебатерлар олар иерархияда жоғары жүреді всегда. Көп жағдайда. Яғни олар көбінесе лидер болады, көп жерлерде басын біріктіргіш болады, көп жерде күшті сөйлеп, бәрі деп бүйтіп қызығушылық қарап, бәрі ол көбісіне харизма бар, олардың стиль бар. Яғни бағанадай кішкене нелерде бар енді. Фриктар да бар енді базар жоқ. Бірақ енді көп жерлерде мысалы дебатерлар ол инструментті дұрыс пайдаланса, дебат беретін инструмент, жеке өмірден алатын инструменттер емес, бағанадай өзің киінуің басқасынан емес, дебаттан алатын инструменттер олар тек негізі көп жағдайда олар жеңіске жетелейтін инструменттер, бағанадай сөйлей алу, логиканың дамуы, бағанадай отырып любой адаммен серьезный темада сөйлесе алу. Мысалы мына нәрсенің барлығы көп логиканың дамуы, қайсысы ақиқат, қайсысы шындық деп отыруда көбінесе үлкен адамдар, ойы жетілген адамдар ғана айтады. Ойы жетілген адамдарға айтқаннан кейін осы затты мысалы жап-жас болып бір бала айтып отырса, оны үлкен сыйластықпен қарайды үлкен кісілер. Неге? Оны байқады көп жерлерде мысалы тартуға тырысады, көп жерлерде жап-жас болып постта дебатерлар өтір, өзіміздің таныстарымыз барлығы сол жұмысқа тартады өзінің дебатерлар. Неге? Себебі олар білет бірден қағып алады бағанағы айтқан тапсырманы. Осылай жасау керек дейді. Не ол қалай деп отырмайды да, олар білет адамдар. Дебатерлар шәлеуші екенін біледі. Сондықтан дебатер адамдар да бір жерде отырса, ол өзінің дебатерларды ғана тартады. Осы кезде қазір шынымен пікірсайыс кішкене дамып келе жатыр, және де оның біз талқылағандан шығаратын вывод, қазір ол администрациялық күштің арқасында кішкене дамып жатыр. Бірақ осы кезде менде қорқыныш пайда болады. Егер ертең мысалы билікке жоғары жақта отқандарға пікірсайысты қолдауды тоқтатып тастайтын болса, пікірсайыс қайтадан андеграундқа кетіп қалуы мүмкін деп қорқамын. Сол үшін де мен ойымша қазіргі егер пікірсайысшылар тыңдап отырса, мен ойымша ұялмау керек деп ойлаймын, пікірсайыстың күшті екенін айтуға, немесе ерінбеу керек деп ойлаймын. Мысалы кейбір адамдар достарың немесе түсінбейтін болса, оны түсіндіруге, бірақ сол жайлы айтуға, оны популяризировать етуге, себебі пікірсайысты шынымен де танымал болуына, оның көп адамдардың ойнауына, көп адамдардың арасында қызық болуына бірінші орында әрине администрацияның көмегі керек, бірақ ең бірінші орында адамдар қалыптастырады деп ойлаймын. Адамдардың сұранысы, адамдардың оны қызық қыла білуі. Сол үшін де егер де сіз пікірсайысшы болсаңыз, пікірсайыс жайлы, дебат жайлы көбірек айтыңыздар, көбірек адамдарды шақыруға тырысыңыздар. Осы бір сұрақ пайда болды да менде. Қалай ойлайсыздар, дебат деген барлық адамдар үшін ба? Менің ойымша ол барлық адамдар үшін емес шығар. Өйткені көп адамдар менің ойымша дебаттан ләззат ала алмайды, немесе ойнай алмайды. Неге? Себебі мүмкін олардың білімі жетпеуі мүмкін. Мүмкін білмеймін, оларға бағанадай отырып бір нәрселерді оқып алып, оны аргумент ретінде алып шығу, мен жұмыс ету оларға қиын. Оларға оңай бағанадай барып боксқа бара салу, күреске бара салу қиын, оңай. Немесе просто үйде жатып сериал көру жақсы да. Әрине, барлық адам үшін емес қой. Бірақ алайда бағана айтқанда қаншама ақылды балалар болуы мүмкін, мектептерінде пікірсайыс клубы жоқ. Немесе оның өскен қоғамында пікірсайыс ол жай қатындар сияқты сөйлей беретін орта деп сол үшін ғана бармай қоюы мүмкін, көрмеуі мүмкін, оның қандай артықшылықтары бар екені. Сол үшін мен осы заттарды өзгерту үшін мен ойымша көбірек айту керек пікірсайыс не екені. Тіпті ол үшін оған ұнамайтын адам болса да, ол барып бір рет көрсе, мүмкін оған ұнап кетуі мүмкін, әртүрлі. Бірақ мен ойлаймын, пікірсайыс кез келген адамға ашық орта деп ойлаймын. Себебі кейбір адамдар ойлауы мүмкін, мен сөйлей алмаймын, немесе мен сақау сөйлеймін, мен жай сөйлеймін, менің немесе сөйлеуім онша әдемі емес деп, олай қорқудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Себебі сен қалай сөйлесең де, бірақ логикаң жақсы болса, қызықсаң, әртүрлі нәрсені көргің келсе, үйренгің келсе, пікірсайыс кез келген адамға ашық орта деп ойлаймын. Осындай сөйлеу дефектісі бар ма, жоқ па білмеймін. Себебі яғни бұл ортадан қысылмау керек деп ойлаймын баруға, және де шақыруға ондай адамдарды. Енді біз былай болып қалған сияқтымыз мына тема. Давайте менде ұсыныс бар соңына қарай. Біріншіден біз тыңдаушыларға менен өтініш, ол біздің YouTube каналға тіркеліңдер, сосын бізге галочканы басыңдар. Және де бұл подкаст ұнаса барлықтарына таратыңдар. Және одан бөлек біз енді жаңа бастап жатқаннан кейін
негізі мен сенем бұл подкасттан өте жақсы бір нәрсе шығатынына, бірақ дегенмен біз кез келген ойға, басқа ойларға және де осы подкастқа қатысты бір ұсыныстар болса барлығын жазсаңыздар болады, біз оның бәрін оқып міндетті түрде келесі подкастта жақсартуға тырысамыз. Плюс және де бұл подкаст тек дебат жайлы, және де біз тек дебатты осылай мақтап немесе соның аясында жүре береміз деген ой жоқ. Бұл бәлкім 3 дебат ойнаған қазір жақсы дос болып араласатын адамдардың ой толғаулары деп те қабылдасаңдар болады. Жалпы осы комментарийге одан қоса қандай тақырыпта мысалы біздің сөйлескенімізді қалайсыздар, сол жайлы да жазсаңыздар керемет болады деп ойлаймын.